Сәлем достар, сіздер бұл сандардың мағынасын білесіздер де, білсеңдер астыға коммент жазыңдар. Бұлар компьютердегі архитектура. Сіздермен Қазтехногид, ал біз бастаймыз. Архитектуралық бит бұл процессор 1 сағат ішінде өңдей алатын биттер саны. 8 бит 255-ке дейінгі сандармен жұмыс істей алады. 16 бит 65 мыңға дейін. 32 бит 4 миллиардқа дейін. 64 бит қазірдің өзінде квинтиллиондаған мәндер. Есептеу жылдамдығы, адрестік жад көлемі және жүйенің мүмкіндіктері осыған байланысты. Сегіз биттік процессорлар 1970 жылдары пайда болды. Мысал Intel 8080, MZ 6502 микропроцессоры. Олар Nintendo және Commodore 64 сияқты алғашқы үй компьютерлері мен консольдерінде тұрды. Intel 8086 және Motorola 68000 сияқты 16 биттік процессорлар 1980 жылдары неғұрлым маңызды дербес компьютерлерге жол ашты. Сонымен қоса ойын приставкалары 16 биттік Sega Mega Drive'те орнатылған, ал Nintendo'да 8 биттік болды және Famicom Dendy тоже 8 биттік болды, ал Sony PlayStation'де 32 бит болған. Ал қазіргі біздің уақыттағы компьютерлер мен приставкалар 64 бит разрядпен қолданылады. Негізі биттік архитектура дегеніміз компьютерлердегі процессордың күші деп атауға болады. Биттік саны көп болса, соғұрлым көп ақпаратты өңдей алады. Компьютерлерде көбінесе 32 және 64 бит разрядқа бөлінеді. Бит тек қана архитектура ғана емес, компьютерлік технологиялардағы палитралық түстерге қолданады. Біз оларды теледидардан, ұялы телефоннан және компьютер, ноутбук экран бетіндегі суреттер, видеолар, кинолар, интерфейстер және ойындар. Бір пиксельге бит бір пиксельдің түсін сипаттау үшін қанша ақпарат бөлінетінін көрсетеді. Мысалы мына кестедегідей. Биттік жүйе сонымен қоса әуендерге де жасалған. Қалай дейсіздер ма? Онда қысқаша түсіндірейін. Барлық әуенді тарих сонау 1980 жылдары басталады. Ол кезде технологиялар 4 биттің қосындысы арқылы әуен құрастырып, неше түрлі музыканы әр ойынға ойлап табатын. Мысалы чиптун фондық әуендері Dendy жүйесінде 5 әуен каналды қабылдайды. Мысалы алғашқы бірінші канал волнасы кеңдеу және басты фондық әуен болады. Енді екінші канал мен бірінші каналды бірге қосып тыңдағанда құлаққа жағымды әуен шығады. Міне осылайша 80-90 жылдардағы ойындар осындай әуендермен, эффектілермен қызықты болған тұғын. Видео соңына жетті. Ұнаса сіздерден лайк, қолдау, каналға тіркелу. Сіздермен болған Қазтехногид.